Так, мынау біздің алдыңғы сабақтан қалып кеткен жазуларымызды алып тастайын. Барлығыңызға қайырлы күн. Тағы да біздің бүгінгі вообще тегін интенсивтің трейдингке байланысты бүгін үшінші соңғы сабағы. Осы уақытқа дейін мен сіздерді бір стратегияны беріп, сол стратегиямен жұмыс жасауларыңызға дайындадым. Былай айтқан кезде трейдингта ең маңызды нәрселерді бір айтып шықтым, иә, түсіндіріп дегендей. Барлығыңызға қайырлы білім болсын, алла жазса, тағы да құрбан айттарыңыз құтты болсын, берекесімен болсын. Бастаймыз. Бүгін біз сіздермен өтеміз стратегиялар емес, точнее, бір стратегияны үйретеміз сіздерге. Сіздер уже білесіздер, қалай сделка ашу керек, қалай оны стоп қою керек, қалай тейк қою керек, қандай брокермен жұмыс жасауға болады, одан қалай демо-счет, реал счет ашуға болады, или просто трейдингте жұмыс жасауға болатыны туралы сіздерде уже білім бар. Енді просто біз қашан мынау кнопка басамыз. Соответственно, сіздер ол үшін анализ жасау керексіздер. Ешқашан трейдингта стратегиясыз сделка ашылмайды. Яғни, былай айтқанда, мысалы, сізде ой болса, то что мысалы айтайық, алма деп айтайық, иә, мысалы алманың сатып алайын деп тұрсыз, и сізде ой болып тұр, что қазір алма мысалы 500 теңгеден 1000 теңгеге дейін қымбаттауы мүмкін бір 5-6 сағаттың ішінде деген сияқты, иә. Сіз, соответственно, сол 500 теңгеден сатып аласыз, 1000 теңгеге дейін ұстайсыз, өйткені сіз ойладыңыз 1000 теңгеге дейін қымбаттайды деп. 1000 теңгеге барған кезде алманың бағасы, сіз қолыңызда алған алмаңызды сатып жібересіз. Мен просто өзім түрімді көрсетпей ақ қояйын, иә, менің экраным көрсетіп қалады, мен өзім түрімді көрсетсем почему-то. Екі күн қиналып кеттік сөйтіп. Так, теперь смотрите. Мысалы, оған әртүрлі фактор әсер етуі мүмкін, оған жаңалықтар әсер етуі мүмкін. Осыдан мысалы 4-5 жыл бұрынғы мысалы қанттың жаңалығында, иә, адамның бәрі паникада, мысалы, иә, қолдан сұранысты көбейту арқылы бағаны қымбаттатты. Соответственно, сіз көріп тұрсыз, сұраныс көбейген сайын, мысалы, ол жерде тоже пайда тауып кеткен кісілер болды, иә. Мысалы, өте көп сатып алып, потом 3 есе 4 есе қымбаттатып сатқан кісілер болды. Мұнда тоже самое примерно. Получается, сіз арзан болған кезде қымбаттайды деп сатып аласыз, немесе қымбат болып тұрғанда арзандайды деп сатасыз. Тағы айтам, сату үшін продать деген кнопка басылады, сатып алу үшін купить деген кнопка басылады. Ұзақ созбаймын, кеттік. Бізге ең алдымен бұл стратегияны орындау үшін керек бір индикатор керек, және де бізге керек уровеньдер. Сіздер уже алдыңғы сабақтан білесіздер уровень деген не екенін, я қалай сызу керек екенін. Мысалы, мына жерде мына уровень сопротивления тұр, мысалы, мына жерде уровень сопротивления тұр, мына жерде немен белгілесек болады. Мында мысалы уровень поддержки тұр, я осындай уровеньдермен белгілеуге болады. Таймфрейм, қандай таймфреймді қолданасыздар бұл стратегияны? Егер сіз day трейдер болсаңыз, яғни сіз ашылған сделкаңыздың бір күннің ішінде жабылғанын қаласаңыз, яғни бір күннің ішінде сіз сол сделкадан пайда тапқыңыз келсе, ол кезде 30 минут немесе 1 сағаттық таймфрейм арқылы анализ жасап кіру точкасын табасыздар. Егер сіз қазір осы сделка аштым, 3-4 сағаттың ішінде пайда тапқым келеді, мен тез қимылдаймын, тез шешім қабылдаймын десеңіз, бұл стратегияны 5 минуттықпен қолданасыздар. Ол скальпинг деп аталынады. Егер сіз ұзақ ойланатын адам болсаңыз, сізге комфортно солай, асықпай жұмыс жасайтын болсаңыз, скальпингке жоламаймыз. Сіздердің таймфреймдеріңіз 30 минут немесе 1 сағаттық. Егер жоқ, мен 3-4 күнде бір қараймын, маған күнде қарауға менің уақытым жоқ, бір сделка менің 3-4 күн ашық тұрса бола береді дейтін болсаңыз, таймфрейм 4 сағаттық дневка, бір күндік таймфреймді қолданасыздар. Барлығында жұмыс жасау принципі бірдей. Просто сделкаңыздың отработкасы әртүрлі болады. Кеттік. Уровеньді білеміз, енді бізге керек индикатор. Уже мына стратегиямен де потихоньку пайда тауып алғашқы пайдаларыңызды тапсаңыздар болады. Но тағы да айтам, желательно демомен бастаған. Сізге скользящий средний деген, яғни в принципе, егер бұрыннан трейдингтен хабары бар кісілер болса, бұл индикаторды біледі. Егер хабарларыңыз жоқ болса, қазір мен сіздерге в принципе
түсіндіруге тырысамын. Сказать среднее, егер сіз мына жерге звездочка қойсаңыз, ол сізге мына стрелканы басқанда мында шығып тұрады. Так, қайтадан жазайық. Вот. Бассаңыз, мына жерде қазір сызық шығады, көресіздер. Міне көк сызық шықты, иә. Бірінші түсіндірем. Бізге осындай үшеу керек негізі, бірақ бірінші түсіндірем. Қараңыздар. Вообще, о чем дает знать? Когда скользящий средненің баға жоғары жағында жүрсе, бұл бізде былай айтқанда сіздердің трендтарыңыз сияқты ғой. Мынау сызықтың, көк сызықтың баға жоғары жағында жүрсе, сізде қазір аптренд. Яғни сіз мына жоғары қарай қозғалысты несе аласыз, ұстай аласыз, осыған жұмыс жасай аласыз. Немесе баға төмен жағында жүрсе, ол даунтренд. Мына жерлер бізде коррекционный немесе флет үнемі осындай жерде тұрады. Получается, янда емес, мұнда емес, қайта-қайта қиып жүреді. Соответственно, міне даунтренд астында жүр, аптренд үстінде жүр. Получается, мынау локально, яғни локально деген осы моментте. Если бұлайнан қарайтын болсақ, уже бізде больше как мынаның барлығы аптренд. Түсінікті, Хорошо. Көбінесе ақпарат бір ғана индикаторға ғана сүйеніп, ешқашан сделка ашпайсыздар. Тағыдай там бір ғана индикатормен қарап отырып, ой, мына жерде қиды, мен қазір лонг қашам деген нәрсе болмайды. Себебі мына жерде қараңыздар. Қайтадан көрсетсем болады екен. Мысалы, мына жерден сіз мына қиды астында жүреді. Қиды қазір ой, сатып алушылар мықты. Міне мына свечамен мен лонг қашам деп мына жерге дейін ұстайтын болсаңыз, хоп, сізді стоппен қиып, сізді убытыққа шығарады айтқанда, Соответственно, бізде үнемі индикаторға плюс тағы да бірнеше зат болу керек. Бізді подтверждающий, Хорошо, давайте. Бізде қазір біздің стратегиямызға 3 осы имея керек. Соответственно, мына жерге қазір тағы да 2 рет басу арқылы мен 3-еуін қосып аламын. Скользящий средний 1, 2 и 3. Кеттік. Бәрі бір-бірде қанығырақ болып тұр, бәрі бір-бірінің үстінде тұр. Себебі бұлардың қазір значениесі бірдей болып тұр. Қазір көрсетем. Мына жерде міне имея 9, 9, 9 деп тұр, значение бірдей, сондықтан бір-бірінің үстіне наложение болып тұр. Қасына барып, мына жерден шестикрайникті бассаңыздар, настройкиді. Сіздерге настройка ашылады. Осы жерден аргументы длина деген жерге бізге 20 керек. Біріншісі 20. Кстати, цветін ауыстырамыз келесілердің, чтобы миымыз ашып кетпес үшін. Екіншісі 50. Стиль деген жерде сіздер мына цветін ауыстыра аласыздар. Ну, давайте қызыл қылайық, ну, давайте жасыл қылайық, чтобы көзімізге анық көрінетіндей болып тұру керек. Дальше келесісі 100. Получается 20, 50 және 100. Мынаны давайте қызыл қылайық. Мында 100 болады. Енді айтамын, егер мынау 20, 50, 100 бұл 1 сағат және 30 минуттық үшін. Егер сіз 5 минуттық үшін қолдансаңыз, мыналар өте алшақ болып кетеді. Получается, 5 минуттыққа өтем. Міне. Получается, 5 минуттықта біз 20, 50-ді қолданбаймыз. 5 минуттықта біз 9, 12, 20-ны қолданамыз. 9, 12, 20. Жазып алсаңыздар болады өздеріңізге. Ал 4 часовкада уже 50, 100, 200-ді қолданамыз. Получается, бір имеяңыз 50, екіншісі 100, үшіншісі 200 болады. 5 минуттықта 9, 12, 20. Жарты сағат пен 1 сағаттықты қолдансаңыз, ол кезде имейлеріңіздің значениесі 20, 50, 100 болады. Енді кеттік. Айтамын стратегияның өзін. Давайте мына жерге сызып көрсетем қазір бірінші схематично. Имея келе жатыр, Не знаю, былай дейік. Егер осы үшеуінің де баға үстінде жүрсе, үшеуінің де үстінде жүрсе, сіз больше лонговыйсыз. Қазір түсіндірем. Егер баға осы үшеуінің де астында жүрсе, үшеуінің де астында жүрсе, сіз больше шартовыйсыз. Бірақ қай жерде сделка ашасыз, қазір түсіндірем. Так, вот. Ой, мына жерде мен шартовый екем деп, хоп деп любой жерден сделка аша салуға болмайды, себебі в любой момент сізді
қиып кетуі мүмкін жоғары, яғни тренд өзгеріп кетуі мүмкін, иә. Сондықтан біз міндетті түрде өзімізге ойымызға подтверждение күтеміз. Соответственно, тағы да айтамын, үшеуінің де астында жүрсе сіз больше шартовыйсыз, үшеуінің де үстінде жүрсе баға, сіз больше лонговыйсыз. Дальше, чтобы сіз сделка ашу үшін, сізде лонгқа сделка ашу үшін тағы айтамын, сізде уровень сопротивлениені баға қию керек. Уровень сопротивлениені баға лонгқа қарай қиса, я үстіне қарай. Алдыңғы сабақта айттым, егер уровень сопротивления қиылса, ол уже поддержкаға ауысады деп, иә. Уровень сопротивлениені қиса, сіз ашасыз уже сделканы осы жерден. Екі кіру точкасы бар, екі түрлі. Если вдруг мынаны сіз упустили, тогда бізде ретест деген бар. Яғни осы сіз сопротивлениені қиған, поддержкаға ауыстырған жерді сізге подтверждать етеді, ретест кетті, қайтадан осы уровеньге келеді, уровеньді қия алмай қайтадан жоғарылайды. Осы жерден кіруге де болады, мына жерден қайтадан жоғары көтеріп бара жатқан жерден кіруге де болады. Яғни кіру точкаларыңыз екі түрлі. Денесімен қию керек, уровеньді міндетті түрде баға денесімен қию керек. Сізді денесімен баға қиды, лонгқа сделка ашасыз. Денесімен баға ретест жасады, лонгқа сделка ашасыз. Мында, я, наоборот, баға уровень поддержкиді қию керек, яғни төмен қарай. Қазағым, так вот, я, вот. Баға төмен қарай уровень поддержкиді қию керек. Соответственно, баға уровень поддержкиді қия салысымен, ол сіздерде уровень сопротивлениеге ауысады. Сопротивлениеге тидіңіз, и кетесіз. То же самое кіру точкаларыңыз екеу. Бірінші сол уровеньді баға денесімен, свеча денесімен қию керек. Мына жердегі свечалардың несі, цветтері әртүрлі болуы мүмкін. Ауыстырып отыруға кішкене уақыттарыңыз арап тұр, иә. Так, кеттік. Мұнда сіздерде вот как только баға қияды денесімен, кіру точкаларыңыз кіресіздер, шорт, я, продать деген кнопканы басасыздар. Кіресіздер в лонг, яғни баға өседі деп болжап жатсыз, мына жерден кейін қымбаттайды деп болжап жатсыз, купить деген басасыздар. Түсінікті ғой, я. Получается, мына уровеньді қиды деген не, алдыңғы сабақта айттым, мына жерде сатушылар мықты болды. До такой степени мына жерде уровеньде отқан басқа трейдерларды, басқа инвесторларды басып озатындай мықты болды деген сөз. Оңайлықпен мынау қайтадан кетпейді көбінесе. И плюс сіздерге подтверждение ретінде мынау EMA тұр, яғни бұл не? Баға EMA-дің астында жүр, яғни бізде сатушылардың күші басым болып тұр дегенге тағы бір подтверждение. Түсінікті ғой, я? Дальше. Мұнда сатып алушылардың мықты болып тұрғанына подтверждение, что мұны до такой степени мына жерде сатушыларды, я, мынау жерге кәдімгідей аңдып отырған сатушыларды басып озып, я, бұзып өтетіндей күш болған мына жерде. Түсінікті ғой, я, мына свеча соны білдіреді. Ол күшті оңайлықпен қайтадан бұзу қиынырақ. Плюс еще EMA сізге подтверждение беріп тұр, то, что астында жүр, соответственно, бізде лонговое движение. Так, дальше. Take profit стоп-лостарыңыз. Take profit стоп-лостарыңыз, мынау мысалы сізде уровень сопротивления. Осы уровень сопротивлениеге жақын уровень поддержки тауып аласыздар. Мына уровень сопротивлениеге жақын, ең жақын уровень поддержки тауып аласыздар да, осы екеуінің арасын қосасыздар. Получается, екі уровеньнің арасын қосасыздар да, осы сызықты алып кеп қоясыздар 20-да 80-ге. 20-да 80-ге алып кеп қоясыздар. Сіздердің стоптарыңыз 20%-те болады. Астында, я, получается, стоп-лосс, сіздер, если лонгқа сделка жасаңыздар, стоп-лосс астында болады. И 20%-тың, получается, мына сызығыңыздың, мына, я, сызып алған сызықтың 20% стоп-лоссыңызда, 80% бұл бірінші тейктарыңыз, и 100% бұл сіздердің екінші тейктарыңыз. Бұна сызықты уровеньге алып кеп қоясыздар, я, уровень сопротивлениеге, кәдімгі горизонтально, бір-біріне перпендикулярно тұратындай алып кеп қоясыздар, вот так. Түсінікті ғой? Бірінші тейкпен шығып кетем десеңіз, вообще классно. Егер қанағаттанбай, жоқ, екінші тейкке дейін ұстайын десеңіздер, ол кезде тоже можете. Но бірінші тейкқа жеткенде желательно либо сделканың жартысын жабыңыздар, либо на стоптарыңызды жылжытып, кірген жерлеріңізге алып кеп қойыңыздар, чтобы вдруг жаңағы 80%-не жеткенде кейбір кезде редко, но болады, 80%-на жеткен кезде айналып кетіп жатады. Получается, сіздерде кіру точкаларыңыз екеу, қайсысына үлгересіз, содан кіре бересіз. Бірінші сол денесімен толыққанды қиған кезде, я, уровень сопротивлениені.
екіншісі ретесттен кірсеңіздер болады. Стоп лосстарыңыз екі уровеньнің, яғни сопротивлениеге ең жақын жатқан уровень мен екеуінің арасын өлшеп аласыздар да осыны алып келіп қоясыздар мына уровень, яғни қиған жерге, свечаға алып келіп қоймайсыздар, уровеньдарыңызға алып келіп қоясыздар 20-80% қылып, и 20% сіздің стоп лосста астында, 80% сіздің тейк профитта. Лично мен мына жерден шығып кететінмін. Мен бұл стратегияны дәл қазір көп қолданбаймын, өйткені кішкене менен күтіп қарап отыруды талап етеді. Менде ондайға уақыт жоқ көбінесе, но кезінде қолданғанмын, кішкене қолым бос кезде. Өте хорошо работающий стратегия. Мен тейк профитті мына жерден қайтатынмын всегда, 100-ге жеткізбейтінмін. Неге? Өйткені қанағатшылдық деген нәрсе болады. Кейбір кезде 80%-тен баға қайттан төмен қарай кеткен кезде стоппен жабылсаңыз ішіңіз ашиды, психология ойнайды ол жерде, фомо ойнайды, и все это, в общем, не нужно для меня. Если прям хотите 100%-ке дейін ұстасаңыздар болады. Стратегияның өзі изначально 100%-ке берілген негізінде. Астына 20%-не стоп лоссың, 100%-не тейк профит қойылады деп. Но мен бақылауым бойынша кейбір кезде 100%-ке жетпей қалады. Сондықтан мен 80%-пен қайтамын. Осының өзінде хороший 1-1,5-ға қатынасында сделкалар алуға болады. Так, мұнда то же самое. Кіру точкаңыз айтылды. Ең жақын жатқан, например, мұнда дейікші, уровень поддержкиді тауып, сопротивлениені тауып аласыздар да, екеуінің арасынан вертикально сызық жүргізесіздер. Осы сызықты ұстап алып келесіздер мынау уровеньдарыңызға перпендикулярны қойып қоясыздар. Жоғары жаққа стоп лосстарыңызға 20% қылып, мына жерде сізде стоп лосс жатады. И тейк профиттарыңызға 80% қылып. Түсінікті? Если тағы да айтам 100%-ке дейін ұстаймын десеңіздер, ешкім сіздерге жоқ демейді. Мынау кезде именно уровеньдарыңыз бар ғой, сол уровеньдарыңызға 0-0 қылып әкеп қоясыз, түйістіріп міне, и сізде 100%-іңіз астында болады. Получается, полноценный мынау сызықтың жүргенін аласыздар. Давайте практикуем. Будем практиковать. Вот, мына жерден бағана біздің сызып қойған уровеньіміз көріп тұрсыз. Осы уровеньге, уровень бұл не? Поддержки. Мынау үсте уровень сопротивления. Уровень сопротивленияны 1 түйісті, 2 түйісті, 3-сіне қиып жатыр, екеуінің арасын өлшеп аласыздар. Бүйтесіздер да. Мына жерде лонгқа не үшін кіресіздер? Міне біріншіден мына свечамен сізде қиып тұр. Екіншіден EMA-дің жоғар жағында жүр баға. Қиып жатқанда уже баға жоғар жақта. Мына EMA-дің 3 сызығы астында жатыр. Все, сіз лонговыйсыз. Екі уровеньнің арасындағы жағы сызып алған сызығыңызды 20-80 қылып алып кеп қоясыз. Түсінікті ғой, сіз кіру точкаңыз мұнда, стоп лоссыңыз мұнда, тейк профитіңіз мұнда. Түсіндір алдым ба? Кіру точкаңыз мынау жасыл свечамен, міне жасыл свеча сіздің уровень сызығыңызды қиды, міне, полный денесімен қиып жатыр. Осы свеча жабыла салысымен сделканы ашасыздар лонгқа, яғни сіз уже біліп тұрсыз, мынау қазір әрі қарай лонговый движение болады, баға қымбаттайды. Соответственно, 100% деген жоқ, бәрінде бүкіл стратегияда тағы да айтамын, стоп лоссты поймать ететін кездер болады, но редкий бұда. Отработка 70%-ға дейін барады бұл стратегияның. Осы сызығыңызды 20-80 қылдыңыз, стоп лоссыңыз мұнда, соответственно, сіз мына кіру точкаңыз мына бір сделкамен 1-1,39-ға қатынасы, яғни сіз $100 риск қойсаңыз, $139 пайдада қаласыз. Так, давайте тағы да іздеп көрейік. Вот, мысалы, мына жерде бір уровень жатыр делік. Вот. Диапазон қылыпсыз, міне. 1 тиді, 2 тиді, 3 тиді. Мынау уровень сопротивления. Уровень сопротивлениеңізді баға, мынау свечамен, мына жасыл свечамен қиды. Баға жасыл свечамен қиып жатқан кезде сіздің EMA сызықтарыңыз астында жатыр. Дұрыс қой, значит, бұл екі уже подтверждение, что сіз лонговыйсыз. Енді кіру точканы сіз определили, например, все, мына жерде кіру точкаңыз, стоп лоссыңыз қай жерде? Ең соңғы жатқан уровень
поддержкиді белгілейсіздер мынау. Дұрыс қой, е? И осы екеуінің арасын өлшеп аласыздар. Вертикальный линиямен. Линияңызды 20-да 80-ге алып келесіз. И все. Мына жерде сізде 20%-іңізде сіздің стоп-лоссыңыз, 80%-іңізде сіздің тейк профитіңіз. Түсінікті, е? Тағы да айтамын, егер 100%-ға ұстаймын десеңіз, ол кезде мынаны жоғары алып келіп қоясыз, сіздің 100%-іңіз бұнда жатыр. Түсінікті ғой, екі түрлі тейк қолдансаңыздар болады. Мен өзім 80-ді қолданамын, сондықтан 80-мен жабамыз. Мына жердегі сіздердің прибыльдарыңыз, мысалы, бірдің 2-17-ге қатынасы. $100 рисковать етсеңіз, $217 пайдадасыз. Давайте бір шартовый сделка көрсетейін. Бұл кез келген инструментке келеді. Кез келген инструментке келеді. Мысалы, міне. Уровень поддержки. Мына уровеньге баға жоғары жақта жүрген кезде, мына уровень поддержки болып тұр, де. 1 тиді, 2 тиді, 3 тиді. 4-үсіне келген кезде баға мына свечамен қиды. Мына полноценный. Мына қызыл свечамен қиды. Енді не істейміз? Ең жақын уровень поддержкиді алып аламыз да, екеуінің арасын қосасыздар. И қандай қиындығы жоқ, вообще тұрсыздар ғой, ұстап аласыз да, мынау уровень сопротивления поддержкиңізға келіп перпендикулярны қойып қоясыздар. Ой, мынау көрінбей қалды, я осылай қояйын. И сіздің стоп-лоссыңыз 20%-іңізде болады, мына жерде болады, мына уровеньда болады, міне 3234-те 494 деген цифраны стоп-лоссқа жазасыздар. Тейк профиттарыңыз міне астында. Получается, сіздің круточкаңыз мынау қызыл свечада, мына сделкамен сіздер 1-1.23-ге қатынасында пайдадасыздар. Түсінікті, өте оңай стратегия. Давайте былай жасайық. Енді, мысалы, сіздерге мен былай көрсеттім, е? В моменте қалай көрінеді ол? Көп эксперттер сол в моментені көрсетпейді, и көп адам содан кішкене қателесіп жатады. Мысалы, мына жерде сізде шартовый сделка ашылған, міне. В моменте осылай тұрады, кстати. Міне қараңыздар. Уровеньді, сізде уровень поддержкиді баға қиды төмен қарай, и что? EMA жоғары жақта жүр қазір, е? Сіз не істейсіз? Шартовый сделка ашасыз. Шартовый сделканы ашқан кезде екі уровеньнің арасын белгілеп аласыз да. Мынау дәл қазір болып жатқан оқиға, қыздар, жігіттер. Вертикальный линияны ұстап аласыз и 20-да 80-ге қоясыз. Міне. Сізде уже екі круточкаңызда орындалып кеткен. Міне, мына жерде ретест болған. Ретестте мына свечадан кірсеңіз де болады, мына свечадан кірсеңіз де болады. Қайсысы вам удобно? Просто көбінесе ретест жасамайды. Мысалы, мына жерде ретест жасамаған баға ұшқан, е? Міне, мына жерде ретест жасамаған баға ұшқан. Сіз мына сделкаларды жіберіп алатын едіңіздер, если ретестті күтсе. И екінші рет, мысалы, мына сделканы жіберіп алсаңыз, круточкасын сіз екінші рет круточкасы сізге бермеген, е? Екінші круточкасын бағана айтқан. Давайте қараңыздар енді. В моменте, например, да, мына жерден сіздер мына қызыл свечадан кіресіздер, шорт. Өкінішке орай, честно скажу, мұнда эррордың қатынасы өте аз болады екен сіздерде. Мен мұндай кезде өзімнің шәкірттеріме айтам, кірмеңдер сделкаға деп. Өйткені даже 1-1 қатынасы жоқ, 1-0.78 қатынасы. Яғни сіз $178 үшін ғана $100 рисковать ету вообще айтқанда дұрыс емес. Грубый сөйлемей-ақ қояйын, дұрыс емес. Сондықтан как минимум 1-1-ге қатынастан жоғары, яғни вообще 1-1.5-ға қатынастан жоғары болса тіптен жақсы. Так, давайте былай жасаймыз, мен сіздерге еще былай көрсетемін. Мысалы айтайық, баға осылай тұр делік. Қараңыздар, баға осылай тұр, назардан алып. Қалай анализ жасаймыз в моменте. Сіз мынаны көріп тұрсыз. Мына жерде сізде не тұр? Уровень сопротивления тұр. Уровень сопротивления тұр. Сіз не істейсіз? Просто осы уровень сопротивлениенің сәлематсыз ба? Қазір запись жазылып жатыр, если что, записті қайталап көре қоясыз, құдай қаласа.
біз уже негізі теориясын айтып кеттік, қазір уже практикасын көрсетіп жатыр, практика жүзінде. В моменте қараңыздар, сіз мысалы қарағанда сағат 2 июнь сағат таңғы 4:30, ну ладно, давайте сіз енді 4:30-да точно тұрмайсыздар ғой, ешкім, мен де тұрмаймын. Мысалы сағат 10-да қарадыңыз, осылай тұр. Сіз не істейсіз? Либо қарап отырасыз әр жарты сағат сайын. Мына жерге келгенде, мына мына уровеньді қиятын жер примерно осы жерде. Баға осы жерге келгенде, блин, будильник қой не деп тұрады, алдыңғы сабақта осы уровень келгенде бізде баға қияды деп, соответственно, сіз уже дайынсыз. Неге дайынсыз? Сделкаға, лонгқа кіруге примерно кіру точкасын күтіп отырсыз. Кіру точкасы болып қалыптасу үшін сіздерде мына жерде свеча полноценный лонгқа қарай қию керек. Сіз уже мына жерде, сіз уже имейдің үстінде жүрсіз. Міне көріп тұрсыз ғой, имей астында жатыр, имейдің үстінде жүрсіз. Все, просто кіру точкасы әлі қалыптасқан жоқ, кіру точкасын күтесіздер. Енді стоп лосс пен тейк профитті сіздер уже должны определить. Ол үшін міне ең осы уровень поддержкаға ең жақын жатқан уровень сопротивления міне жатыр. Наоборот, уровень сопротивлениеге ең жақын жатқан уровень поддержки міне жатыр, Осы екеуінің арасын сызып аласыз. И алып келіп қоясыз 20-да 80-ге. Мынау сізде мынау сызығыңызды 20-да 80%-ке қию керек. 20% астында, себебі сіз қазір сделканы лонг ашайын деп тұрсыз, баға қазір қымбаттайды. Мына жерді қиса, қазір баға қымбаттайды деп ашайын деп тұрсыз, сатып алайын деп тұрсыз, қымбаттайды деп. Все, 20-да 80-ге алып келіп қойдыңыз. И сіздің стоп лоссыңыз міне 3313-те 316, тейк профитіңіз 3366-да 290. Уведомлениеге осы екі цифраны міндетті түрде жазамыз. Уведомлениеңіз сіздің мында тұрады. Уведомление келе салысымен тупо сделкаға кіріп кетуге болмайды, себебі ол мынандайға фительмен барып, қайттан төмен түсіп кетуі мүмкін, яғни біз полноценный денемен жабылғанын көру керекпіз, көз жеткізу керекпіз. Все, осы жерді күтесіз. Мына жер денесімен жабылғаннан кейін, все, давайте қарайық. Міне, мына свечадан сонша тез жүріп кеткен емес қазір. Вот. Или қарап отырсаңыздар да болады, уақыттарыңыз жарты сағат сайын бір қарасаңыздар жеткілікті. Все, мында сізде уже лонгқа движение ашылды, лонгқа сделка ашуға кіру точкаңыз пайда болды. Все, осы жерден ашасыз, купитті басып, көрдіңіз ғой, сделка ашылды, стоп лоссты ұстап аласыз да, астына сіз жаңа қай жерге хотели, мына 20%-іңіз міне тұр, уже уровень сіз қойдыңыз. Осы жерге әкеп қоясыз $3313.664. Тейк профитіңізді жағы не қылатын жерге алып барып қоясыз. Сіздерде RoboForex MT5-та мен сіздерге қалай оны қою керек екенін бағана видео жібердім, сол видеомен қарап аласыздар. Все, егер вдруг сіздің ойлаған жағыңызға қарай баға жүрмесе $47 плюста боласыз. Егер сіздің ойлаған жағыңызға баға жүрсе $58 плюста боласыз. Все, кеттік, қарайық. Түсінікті ғой, бағаның сіз ойламай, сіз жағы мысалы көтерілді, мұна түсіп жатқан моментте сіздерде новичоктарда көбінесе мандраж пайда болады. Ё-моё, түсіп баратыр ғой деген сияқты, Ни в коем случае сделканы жаппайсыздар. Өйткені тейк профитқа жетпейтін сделкаларды көп жапқаныңыз сіздің айдың соңындағы плюсыңызды азайтады. Сондықтан тейк профитқа дейін міндетті түрде ұстаймыз. Түсінікті? Мұны никогда баға, мен сіздерге бірінші сабақта айттым, никогда баға фук етіп баға көтеріле салмайды. Ол не істейді? Бәрібір коррекция береді. Біреулер демалады деп айтады. Енді негізінде коррекция береді, сауаттырақ сөйлейді, кішкене коррекция береді, потом импульс, потом коррекция деген сияқты. Сондықтан міндетті түрде коррекция жасап жатқан моментте мандраж ұстамай күтуді үйренеміз. Так, давайте енді мына жақтағы бағандағы бір сделкамызды көрейік. Міне, мына жерге дейін алып тастайық тоже, да? Вот. Смотрите, когда сізде анализ жасауға көріп тұрсыздар, бір инструментке анализ жасауға бір 2-ақ минут жеткілікті. Міне қарадыңыз, уровень бар ма? Бар, уровень бар. Все, осы уровеньді либо и астында да уровень тұр, как раз міне. Либо төмен қиған, либо жоғары қиған күтесіз, болды.
қай жаққа қият, плюс еще сізде ол қиып сделкаға кіретін кезде EMI-ға міндетті түрде қарайсыздар. Все, кеттік. Осы жерде күтіп отырсыз, мысалы, иә, қай жаққа қарай қиятынын. EMI-дің жоғары жағында кетіп баратыр. Сіз уже думаете, больше лонговый будет, скорее всего. Мынау бар ғой, мен қазір иә тез қимылдап тұрмын, на самом деле 30 минутта бір-ақ свеча шығады. Оны алдыңғы сабақта түсіндірдім. Вот, хоп, қараңыздар. Мына жерде сағат 18:30-да 20 майда не істеді? Баға уровень именно сопротивлениені қиды. EMI-ді қарасыз, EMI астында жатыр бағаның, соответственно, сіз лонговыйсыз. Все, круточкаңыз уже қалыптасты. Мына жерде сізде шешім қабылдап, бом деп отқанда уақыт белшеңізден жетеді, не переживайте. И астында сізде уровень алдындағы сызып қойған поддержкеңіз бар. Уровень сопротивления мен поддержкенің арасында сызығыңызды сызып аласыз. Оны алып келесіз 20-да 80 қылып, иә? И трек профиттарыңыз сіздің 80%-іңізде, стоп-лостарыңыз 20%-іңізде. Түсінікті, иә? Соответственно, сіз лонговыйсыз делік, купитті басасыз мына жерден. Все. Стоп-лоссыңызды алып аласыз да төмен қарай жылжытасыз, жаңағы сызып қойған уровеніңізге, немесе неде, мысалы, егер өйтіп қозғалмайтын болса, мына тұрған мына уровеннің тұсын алып келгеніңізде, мына жерде қара сызық не тұрады қазір, иә, мына бағасы тұрады. 3240-да 127-ні жазасыздар стоп-лосс деген жерге, тейк профит деген жерге $3286 828 цент жазасыздар. Все. И әрі қарай тейк профитті қозғалып қоямыз. И все. Дальше потом уже сізде сделка ашылды уже. Көздер бар, мына жерде сіздер мына жетпей қалды, блин, все уже деген ойлар кетеді, иә? Все, ничего страшного, ждем. Кетті. Түсінікті ғой, иә? Қыздар, түсінікті ма сабақ? Сәлеметсіз ба, Гүлнұр? Мен бірге болсын, айт құтты болсын барлығымызға. Түсінікті болса, осы іздеңіздер, қараңыздар. Кстати, в моменте как можно еще сделать? Давайте мынаны беру. Анализ жасағанда сіздер қалай жасайсыздар? Бір көрсетейін. Практика міндетті түрде жасаймыз, аха, дұрыс айтасыз. Міндетті түрде. Қараңыздар, мысалы, ой, мынау қайда кетті? Смотрите, мысалы, қарадыңыз, иә, алтын, иә? Екі уровень тұр қиды, все, мына сделканы қарастырасыз, бірақ мынау эррор, мен мына сделкаға мысалы кірмейтін лично өзім. Мініске кеттік. Қараңыздар, сіздерде до мына уровень болды. Мынаны бізде қашан болды мынау? Алдың күні ма деймін? Сделка ашылды. Мына 5-не болыпты, иә? Четверг күні болған мына сделка. Бірдің екіде, почти что бірдің 3-ке қатынасында пайда алып кеткен мынау. Иә? Мына уровеніңіз тұр, қиылды, фут кетті. Дәл қазір уже ештеңе істей алмайсыз. Уровень нормальный жоқ. Так. Мынайда не бар? Осылай полный инструменттерді қарап шығасыз. Ой, мынау болады ау деген, мынау уже көрдіңіздер ғой, иә? Қазір работающий не мынау сделка. Дәл қазір жұмыс істеп жатқан сделка міне. Уровень сопротивлениеңізді қиды мында. EMI-дің үстінде жүрсіз. Сыздыңыз, алып келесіз. Все. Әлі тейкқа жетпеген. Бірақ эррор уже баға жартысын, менің тейктің жартысын жүріп қойған, сондықтан эррор не емес. Келесі. Круточкасын 6-сына кеше сағат 6:30-да беріпті. Просто осылай қарап шығасыздар, вообще бар ғой, easy. Үйреніп алсаңыздар, вообще easy. Мынау да лонговое движение потихоньку начинает.
Биткоин. Вот, смотрите, міне тұр уровень сопротивления и уровень поддержки. Қайсысын қият көресіздер. Лонгқа қиып имей астында жүр ма бағаның, все, лонг открывайте. Шортқа қиып имей үстінде жүрсе, открывайте. Міне мына жерде міне көрдіңіздер ма? Әдемі движение берген. Міне уровень поддержкиді баға қиды. Екеуінің арасын өлшеп аласыздар да. Буквально бүгін жоқ 5-іне түнде кіріпті круточкасын. Ой, үстемеші. Қараңыз, мынандай жерде сделка ашпаймыз, міне. Қараңыздар. Как раз күшті көзіне түсті, соны айтайын деп отырмын, міне. Уровень сопротивления, уровень поддержки. Сіздің уровеніңізді лонгқа қиды ғой, иә? Но при этом полноценный әлі баға лонг неде жүрген жоқ. Жоғар жағында жүрген жоқ. Көрдіңіздер ғой, ішінде жүр. Сондықтан мынандай кезде нежелательно открывать. Мында сізді, я он отработал, но до этого он сізді стоппен выкинул, сосын барып отработал. Көрдіңіздер ма, мына жердегі берген ретестті кәдімгідей прям полный кіріп, мына жерде сізді стоппен шығарып жүреді, егер сіз мынандай сделканы ашатын болсаңыздар. Вот хорошо тут отработал. Я? Так, мен вообще сіздерге басқа нәрсе көрсетейін деп бастап едім, негізі, давайте. Вот. Қазір енді мысалы мына жерден күтсеңіздер, биткоин как раз бүгін работающий не инструмент. Күтесіздер, лонгқа қарай қиып, егер сіз астында также имей қалса, все, лонгқа открывайте сделку. Бүкіл инструментті өстіп тұк бір қарап шығасыздар. Готовая сделка уже почти что орындалып қойғанына. Мұнда ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ, инструменттерге тимейміз, ойдан өзіміз құрастырып, ойдан өзіміз өтірік жаңағы не таппаймыз, уровень таппаймыз. Ондай да болады. Так, қыздар түсінікті, иә? Қалай анализ жасайсыздар, осылай полный, мен сіздерге басында сол үшін айттым, полный инструменттерді түк кіріп шығыңыздар деп. Көшіріп алыңыздар деп, иә? Полностью осылай не жасайсыздар. Все, осымен біздің интенсивіміз аяқталуға тамам. Сұрақтарыңыз жоқ болса, сіздерге пайдалы болғаныма кәдімгідей шынымен де қуаныштымын. Пайдаларыңызға жаратыңыздар білімдерді. Все, қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.